Құрметті ұстаздар мен қонақтар, қасиетті Қарасаз жерінде туып, қанатын қатайтып, қысқа ғұмырындай өшпестей із, мәңгілік мол мұра қалдырған ғасырымыздың ғаламат ақыны Мұқағали атамыздың 90 жылдығына арналған 3-ші Ә сынып оқушыларының поэзия менімен егізбедің атты әдеби сазды онлайн кешімізге қош келдіңіздер. Қара өлеңі қағбаға айналған мұзбалақ ақынның өмірінен сыр шертсек. Ақын 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданына қарасты Қарасөз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойылған аты Мұхаммедқали. Әкесі қарапайым шаруа, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан бір қыз және 3 ұл дүниеге келген. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Олай болса, бүгінгі кешімізді арнау өлең жолдарымен жалғасақ. Жүрек жырын ақ параққа түсірген, жырларынан сезім сырын түсінген, ақиықсың, дара туған ақынсың, қалған ақын сірә сенің көшірмек. Армандаймын болуда ақын өзіндей, жыр жазамын күнде кешке көзілмей. Сіздің әрбір жалындаған жырыңыз бейне алтын мұрағаттың көзіндей. Мұқағали қайталанбас тұлғасы, өлеңіңіз мына менің мұңдасым, мақтанамын жерімменен киелі, топырағында сіздей ұлық туғасын. Төзе біл деп ғашық болған кезіңде, дарды бек бойымызға төзімде, мұның бәрін сізден біліп үйрендік, биіктігін махаббаттың сезіне. Қалдырдыңыз мұрағаттың тозбасын, жырыңызды қастер тұтам өз басын, ешбір ақын аса алмайды өзіңнен, жетпес шыңға қолдарында созбасын. Үшінші Ә сыныбының оқушысы Болат Айбек. Мұқағали Мақатаев. 3 бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берім ойымның алтын күнін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жағада жан барсың ба, ойланбай ақ келді отал менен. Елім барда Мұқағали Мақатаев, не сыйлайды, не береді келер күн, не де болса тірі тұрсам көремін. Желедегі құлмын мен елдің, көгіндегі құзысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрса екен елім деман, мен деман, таулар менің таусылмайтын бақытым, алырсым ұлан ғайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар құтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірада, туған елім болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламаса келер күн, сый көрмек суалармын сөнермін. Туған елім тұғырымда тұрса екен, әр қарай көремін. Шешесем бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңе шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмаған. Мен сенің қанақпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басына. Екі жыржысым саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Шеше сен бақыттысың, тербете бер баталдан үйілген бесігімді. Қазақстан, жақсы тамды демессің, сүйем десем, табынатын тәңірім ием десем. Адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйенбесем. Сен менің сүйегіммен қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. 3 бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат
қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым, тілім менің тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиет тілімнен түңілмедім. Бақытым бір үшінші бұттан деген, Құдай деген кімдесің, бұттан берем. Отта сөнген жалғанда жан барсың ғой, ойланбай ақ кем, отан мен. Мұқағали Мақатай ара жазып кетейін. Бүгін менің туған күнім болып білейін. Мына халқым неге жатыр ойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ, Тәңірдің жаратпай қойғаны. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың жоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау жапан мынау атын үндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлденем. Болған келмейді, қанатым бар, күмістен жаратылған, сәби болғым келеді, сәби болғым, мына өмірден хабарсыз жаңа туған. Тәрбиесі кең жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған, сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті ауылынан арылмаған. Отанымның орнығып киім айналасына таулар көмкеруде, жаралғанда жетісу ертегіде, еркелейді жетісу ерке күнде. Еркелейді жетісу ерке күнде, боласындағы ұмытын тыныстаған, Алла тауыма бәтес ұрыспаған, болашаққа қазақтың көшін басқан, жетісуын барады туыстаған. Ясынан ұшырған баламаны, даңқын елге жетісу таратады. Болашағы баламның жетісуын, әзбеш деген анамның алақаны. Күн жаздан аулап таңатарда, қасиеттеп санаймыз жаңа таңға. Сәлем берем басиып жетісуға, сәлем берем басиып Алатауға. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын болып бастайын. Келсемесің жасқайын, көрінер мүмкін кімге ерсіз. Өміріңнің маған бірін берші, дүрбелең мына дүниенің. Қайын көзбен бір көрші, қайын боп мен де бағайын. Орманнан орын табайын, беймәлім мына өмірдің, қайын көзбен қарайын. Ей өмір дүниенің ағында қарасында, мұлқ етпесін қабылда баласында, қарасында шаман жоқ қаласыға. Ей өмірім өмірап барасың ба, жер мен көктің желпініп арасында, желкісесің түсесің қара суға, құйын қуған қауақта аласыра. Ей өмірім өмірап барасың ба. Ақын 45 жыл ғана қысқа ғұмыр ішінде халқына өшпес із қалдырған ғасыр ақыны Мұқағали жырларынан біраз сусындағандай болды. Әрине, ақынның мол, таусылмас мұрасын бір күнде, бір сағатта оқып білу мүмкін емес. Ақын шығармалары ұрпақтан ұрпаққа тарап, жалғасын таба береді. Олай болса, қазақ поэзиясын хан тәңір атанған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған поэзия менімен егізбедің атты сынып сағатымызда аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.